әріптестер, мен де қазақ тілі пәні мұғалімімін. Қонаев мектеп гимназиясында қазіргі кезде директордың орынбасары қызметінде жүрмін. Сондықтан бұл жаңағы сіздердің ұйымдастырып жатқан іс-шараларыңызға, осы сабақ дайын жобасына, осы қазақ тілі әдістемелік бірлестігінің өткізіп жатқан көп іс-шараларына қатыса алмай жатқан жағдайым бар да. Енді қазір жерден қарап отырсам, біраз адамдар танимын, біразы жастар деген сияқты. Рахмет сіздерге. Бүгін енді сабақ дайын жобасы аясында аудандық білім бөлімінің әдістемелік кабинеті, оның ішінде жаңағы осы тіл бөлімінің кураторы дейміз ғой, әдіскер Шопан Бақтиярованың ұйымдастыруымен сабақ дайын жоба аясындағы оқытудың белсенді әдістері арқылы білім сапасын арттыру тақырыбындағы семинар практикумға қош келдіңіздер, құрметті әріптестер. Мен сіздерге педагогтарды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарына қойылатын негізгі талаптар туралы мағлұмат беретін боламын. Жалпы аттестация дегеніміз бұл қызметкердің болмаса сол жаңа ұйымның біліктілігін, білімін, кәсіби деңгейін бағалау процесі болып табылады. Оның барлықтарыңыз біледі. Педагог, модератор, зерттеуші, шебер ары қарай сол бойынша мұғалімдердің санатын анықтау. Ал аттестаттау педагогтардың біліктілік деңгейін анықтау мақсатында жүргізілетін рәсім, оның нәтижелері бойынша біліктілік санаттары беріледі, болмаса расталады. Біріншіден, аттестаттау шарттарымен таныстырып өтсем, бірінші педагогтың педагогикалық білімі болуы қажет. Аттестаттау мерзімі педагогтар үшін барлықтарыңыз білесіздер, 5 жылда бір рет өткізіледі, ал білім беру ұйымдарының басшылары үшін 3 жылда бір рет өткізіледі. Аттестаттау өткізу біріншіден барлықтарыңыз білесіздер, педагог зерттеуші, педагог шебер санатынан басқалар педагогтың біліктілік бағалауы, ол тест тапсыру. Екіншіден, педагогикалық кәсіби портфолио дайындау, қызметтік нәтижелерін кешенді талдамалық жинақтау. Аттестацияға қатысу үшін педагог тиісті құжаттарды портфолионы электронды түрде, ол егов.kz-ға педагог зерттеуші және педагог шебер санатындағы педагогтар, ал педагог модератор, педагог сарапшы санатындағы ұстаздар ұстаз платформасына құжаттарын жүктейді. Жалпы педагогтарды аттестаттау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылы 27 қаңтардағы 83 бұйрығына өзгерістер енгізу арқылы Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің 2025 жылғы 25 ақпандағы 38 бұйрығы негізінде жұмыс жасалады. Ал олай болса, жалпы аттестаттау комиссиясының құрамына 7 мүшеден болады, хатшыны санамағанда. Оның еңбек өтілі 7 жылдан кем болмау керек. Педагог сарапшы білім беру ұйым деңгейінде, педагог зерттеуші, педагог шебер, 3-ші, 2-ші, 1-ші санатты орынбасарлары мен басшылар осы комиссияның құрамына кіре алады. Комиссияның отырысы, егер оның құрамында кемінде 3-тен 2-сі қатысса, заң деп есептелінеді дейді. Бұл жерде жаңа айтып өттім ғой, комиссияның құрамында хатшыны санамағанда 7 адам болады. Яғни комиссиядағы 5 адам сол хатта жаңағы құжаттарды қарап шешім шығарса, ол күшіне енеді, яғни дауыс одан ары қарай дауыс тең болған жағдайда комиссияның төрағасы дауыстың шешушісі болып табылады екен. Келесі, комиссия шешімдерінің бірін қабылдайды. Жерде қолданыстағы біліктілік санаты сақталады, қолданыстағы төмен біліктілік санаты беріледі деген тұста, мысалы бізде педагог зерттеуші санатындағы ұстаз өзінің жаңағы санатын растап жатыр. Педагог зерттеуші растайды ғой. Міне осы жағдайда, егер педагог зерттеушінің портфолиосында жаңағы бір критерий орындалмаған жағдайда, ол педагогтың қолданыстағы санаты бір жаңа төмен біліктілік санаты беріледі. Яғни педагог зерттеушіден кейін педагог сарапшы біліктілік санаты берілетін болады. Екінші, портфолио мәлімделген біліктілік санатына сәйкес келген, бірақ педагогтың білім беру шекті деңгейге жетпеген жағдайда жаңағы тест нәтижелері жоғары емес, біліктілік санаты беріледі. Бұл жерде жаңа тесттен өткен педагог бар емес пе? Педагог жаңа сарапшы тест тапсырады. Бұл жерде жаңа тесттің деңгейі шекті деңгейге жетпеген жағдайда ол тағы да бір деңгейге төмендетіледі, яғни педагог модератор санатына түседі. Үшінші, мерзімнен бұрын аттестаттау кезінде мәлімделген біліктілік санаты сәйкес келмеген жағдайда қолданыстағы біліктілік санаты қолдану мерзімі аяқталғанға дейін сақталады. Бұл жерде бар, құрметті әріптестер, сіз 2000 жылғы
2026-27 оқу жылы сіз аттестаттау кезеңіне өту керек болсаңыз, сіз мерзімінен бұрын 1 жыл, 2 жыл бұрын жаңа өтініш берсеңіз, ал осындай жағдайда сіздің жаңа құжаттарыңыз, жаңа портфолио құжаттарын рәсімдеу барысында критерий жаңағы біріншідегі айтып өткендей бір критерий орындалмаған жағдайда сіздің санатыңыз төмендетілмейді. Өйткені сіздің санатыңыз әлі қолданыста. Сондықтан сіздің жаңа қолданыстағы санатыңыз әлі күшінде болғандықтан келесі біліктілік санатының қолдану мерзімі аяқталғанға шейін сақталады. Ол мерзім аяқталғаннан кейін ары қарай келесі біліктілік санатына өтініштеріңізді бере берсеңіздер болады. Келесі. Енді бұл жерде кімдер санат ұзартылады, кімдер санаттан босатылады, кімдер тест жаңа тапсырмайды деген тұста айтылатыны, санаты 2 жылға сақталатын жағдайда өндірістен қол үзіп жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу немесе мамандық бойынша тағылымдамадан өту дейді. Бұл жерде мынандай уақытша жұмыстан жаңа шығады педагог. Енді бұл жерде жұмыстан уақытша шығады. Ол қандай жағдайда жаңағы бейіні бойынша тағылымдамадан өту, яғни докторантура, резидентура болмаса магистратура оқиды ғой. Міне осындай уақытта уақытша жаңағы жұмысты тоқтатады. Сол кезде оның несі санаты сақталады. Одан кейін жаңа әскери қызметті өткеру кезінде одан кейін жүктілік және босануына байланысты. Міне осындай жағдайда ол педагогтың санаты сақталатын болады. Жасы бойынша зейнеткерлікке 4 жылдан аз қалған педагогтар аттестаттау рәсімінен босатылады. Бұл педагогтардың қолданыстағы біліктілік санаты жаңағы өтініш негізінде зейнеткерлік жасқа толғанға дейін сақталатын болады. Үшіншіден, кімдер жаңағы тест тапсырмайды деп айтамыз ғой. Кімдерге педагог модератор санаты беріледі? Бұл президенттік кадр резервіне кірген педагогтарға, Назарбаев университеті, болашақ бағдарламасы бойынша оқуға ұсынылған тізімге кіретін шетелдік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының түлектері. Міне осы тұлғаларға ғылыми кандидатты, доктор немесе PhD доктор дәрежесі бар педагогтарға аттестаттау рәсімінен өтпей педагог модератор санаты беріледі. Міне осы санаты қай уақытта беріледі? Педагог осы жағдайдан кейін өтініш жазады білім беру басшысына. Ол өтініш келіп түскеннен кейін мектептің директоры 5 жұмыс күн ішінде ол педагогқа жаңағы біліктілік санаты сақтау туралы бұйрық шығарады. Туралы бұл жерде, енді бұл жерде барлықтарымыз жаңағы пән мұғалімдеріміз ғой, бұл жерде басшыларға арналған жаңағы басшы орынбасарлары, мысалға педагог алдамыш мүмкін сондай не болатын шығар, сіздерде көтерілу болатын шығар. Егер де сіз педагог сарапшы болатын болсаңыз, басшы орынбасар лауазымына тағайындалатын болсаңыз, сізге 3 санатты басшы орынбасары теңестіріледі. Егер сіз педагог зерттеуші болатын болсаңыз, сізге 2 санатты басшы орынбасары, ал педагог шебер болатын болса, 1 санатты басшының орынбасарына теңестірілесіздер. Келесі, бұл жерде яғни бұзушылық фактісі анықталған кезде дейді. Бұл бұзушылық фактісі анықталған кезде педагог білім бағалау кезінде, яғни тест тапсыру кезінде нұсқаулықты бұзса педагог, мысалға телефон қолданып қойымыз, біраз педагогтар көрді ғой, жаңағы шпаргалка ұстап алады, болмаса телефонды қолданады. Қазіргі уақытта бір-бірімен сөйлесе де шығарып жіберіп жатыр ғой. Міне сондай жағдайда анықталған кезде бірінші жолы комиссияның шешімі бойынша жаңағы төмен біліктілік санаты беріледі. Ал егер де екінші рет тағы да осындай фактісі анықталатын болса, 5 жылға дейін жаңағы біліктілік санатын тапсырудан мұғалім босатылады. Ал орынбасарлар 3 жыл. Ары қалай кімдер тесттен босатылған? Комиссия жаңағы неге біліңізші. Бұл жерде кімдер тесттен босатылған? Мысалға, бұл жерде қолданыстағы алдындағы неге біліңізші. Қолданыстағы жүйе бойынша біліктілік санатын растаған жағдайда 30 және одан да көп педагогикалық өтілі бар педагогтар жаңағы педагог тест тапсырудан босатылады және қызметінің нәтижелерін кешенді қорытындылаудан өтеді. Бірінші немесе бұрынғы ескі санат деп айтамыз ғой біз. Бірінші немесе жоғары біліктілік санаты бар педагогтар, педагог модератор біліктілік санаты берген кезде
педагог зерттеуші, педагог шебер біліктілік санатты қатарынан 2 реттен артық емес растаған жағдайда біз қазір педагог зерттеушілер көпшілігіміз бірінші рет растап жатырмыз ғой, екінші рет тағы да растайсыздар, үшінші ретінде ол расталмайды. Келесі. Ал межеде біліктілік санаты мерзімнен бұрын беруге кезекті аттестаттаудан кейінгі кемінде 2 жыл өткен соң беріледі дейді. Құрметті педагогтар, сіздер биыл жаңа аттестацияны өтетін болсаңыздар, жаңа досрочно дейміз ғой, мерзімнен бұрын өту үшін 2 жыл өткен соң ғана жол беріледі екен. Міне педагог сарапшылар кем дегенде 4 талапқа, зерттеуші 5 талапқа, шебер 6 талапқа. Енді атап өтетін болсам, жаңа педагог сарапшы қандай ол 4 талаптар. Біріншіден педагогқа қызмет кемінде 3 жылдан кем болмау керек. Жаңа оқу жетістігі бойынша оның нақты нәтижелері, оның ішінде білім алушылардың оң динамикасы, олимпиада, конкурс, ғылыми жоба, сол сияқты жаңағы жетістіктері болу керек. Әдістемелік тәжірибенің таратуы, ашық сабақтар, шеберлік сабақтары, коучингтер, одан кейін әдістемелік материалдардың аудандық қала деңгейіне таратылуы. Төртіншіден кәсіби даму мен шығармашылық белсенділігі, бұл жерде біліктілік арттыру, жаңа курстардан өтуі. Жаңағы 4 талапқа сай болу керек, мерзімнен бұрын берілген жағдайда. Ал педагог зерттеуші жаңағы 5 талапқа сәйкес болу керек, тура осындай, бірақ бұл жерде педагогикалық тәжірибені тарату, яғни авторлық бағдарлама ғой бұл жерде. Педагогикалық тәжірибені тарату. Үшіншіден педагогика шебер, бұл 6 талапқа сәйкес. Бұл енді педагог шебер халықаралық деңгейде болу керек жетістіктерінің барлықтары. Енді ол алдындағы бірінші тапсырған кезде де оның деңгейлерінің барлықтары республика халықаралық қой. Енді 2 жылдың ішінде тағы да осындай жаңағы нәтижелері қосылу керек деген сөз ғой. Үздік педагог атағын алған, қатысқан немесе жүлделі болған педагогтар дейді. Ол енді педагог шебер сондай неге лайық болу керек осындай көрсеткіштерге. Енді жалпы осы жиынтығы осы педагогтардың педагог материалдардың жаңағы портфолиосына тоқталып кететін болсам, бұл педагог бұл портфолионың мақсаты педагог материалдарының жаңағы портфолионың құрылымы мен мазмұнын қарау, дәлелдемелердің толықтығы және біліктілік санаттарына сәйкестігі. Мына жерге қараңыздаршы, мына жерде 3 санат көрсетілгеннен шебер, зерттеуші, сарапшы, модератор. Мына жерде жаңа 12-ші қосымшада берілген критерийлер. Міне осы критерийлерге мынау жаңа орысша айтсақ галочка дейміз ғой. Мына критерий, галочкалардың барлықтары мынау 4 санатқа да қойылған. Мысалға, білім сапасы барлық санаттарда болу керек. Оқыту сапасы жаңағы сабақты бақылау. Міне 4 санаттарда болу керек. Білім алушылар, тәрбиешілер конкурстар қатысу, жетістіктер, оқушылардың жетістіктері міндетті 4 недеде санатта болу керек. Мына жерде кәсіптік, яғни мұғалімнің өзінің санаты 4 санатта бірдей болу керек. Ал мына жерде оқу әдістемелік материалдар, бағдарламалар міне 4 санатта. Ал үшінші жаңағы шығармашылық қызмет, әдістемелік материалдар, сөз сөйлеу, бұл жерде жаңағы конференциялар міне 4-еуінде де міндетті болу керек. Ал мына жерде қараңыздар, баспасөз міне сарапшыда, модераторда мына жерде не істелінбеген, көрсетілмеген, міндеттелінбеген деген сөз. Тек қана шебер мен зерттеушіде де ғана баспасөз. Ал бізде барлықтарына ойбай модераторға, сарапшыға деп қазір жаңағы ақылы нелер шығып кеткен ғой, барлықтарына міндеттеп жатыр. Ал мына жерде міне көрсетілген модератор мен сарапшыға міндеттелмейді баспасөз. Ары қарай шығармашылық сараптамалық топта болуы. Ол жаңағы түсінікті қазір олардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтетін боламын. 4 санатқа да тиісті болу керек. Одан кейін оқу әдістемелік авторлық бағдарлама, ол тек қана шебер және зерттеуші санатында болады. Ал біліктілік арттыру курсы жаңағы бұл 4 санатта да болады екен. Ал енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтетін болсам, біріншіден білім сапасын қамтамасыз ету. Білім сапасын қамтамасыз ету, бұл жерде 3 жылдық білім сапасы, құрметті әріптестер. Бұл жерде не салынады? Жаңағы дәлелдемелердің болуы, нәтижелердің болуы. Мысалға, модераторда тұрақсыз динамика 3 жыл, сарапшыда 3 жыл ішінде 1 деңгейде. Ал зерттеушіде 1-2%-ға дейін, ал шеберде 3 және одан да көп. Енді осы жаңа пайыздарды көрсеткен жағдайда, 12-ші қосымшада көрсетіп қойған, жаңа балдық жүйемен көрсетіп қойған. Яғни жаңағы тұрақсыз модераторға 3 жылға 1 балл, сарапшыға 2 балл, зерттеушіге 3 балл, педагог шеберге 4 балл. Міне бұл жерде білім сапасы
айтылады екен. Енді бұл жерде сабақтардың саны келесі жаңағы бақылау сапасы, жаңағы жыл сайынғы сабақ саны ғой. Сіздерге ескерттім ме, мектепте осы аттестацияға жауапты мамандар өткенде бізде аудандық білім бөлімінің әдіскері Нұргүл апай жаңағы семинар өтті. Сол жерде айтылып өтті. Бақылау, жаңа сабақты бақылау саны модераторларда 8, өткен оқу жылына 4-еу, оның алдында 5-5-тен деп айтып еді ғой. Енді өткен 24-25 оқу жылына модераторға 4 сабақ, биыл оқу жылына 4 сабақ. Яғни 8 сабақты сіздер ұстаз платформасына жүктейсіздер. Одан кейін ары қарай сарапшы 5 сабақ, өткен оқу жылына 5-еу, биылғыға 5-еу, жалпы 10 сабақ болады. Зерттеуші 6-ау, өткен жылға 6-ау, биылғы жылға 6-ау, жалпы 12. Шебердікі 7-еу, өткен жылға 7-еу, биылғы жылға 7-еу, жалпы 14 сабақ жүктейді. Міне осы жерде жаңағы бағалау барысында негізгі біздің портфолиомызда жүктеген кезде біздің сапамызды, балымызды көтеретін осы сабақты бақылау. Одан кейін жаңағы сабақты бақылау, зерттеушілер, сіздер 2 сабақ дайындайсыздар, сарапшыларда аудандық әдістемелік кабинетіндегі жаңағы өздеріңізге, пәндеріңізге пән әдіскерлері бар ғой, соларға 1 сабақ жүктейсіздер, қалған 3 сабақты 4 сабақ нелерде сарапшыларда 5-еу ғой, 4 сабақты мектепте жаңағы осы жаңағы аттестация комиссиясының құрамы болмаса жаңағы мектептеріңіздегі педагог шебер, педагог зерттеуші жаңағы өздеріңізден санаты жоғары педагогтар бар емес пе, сабақтарыңызға енеді. Сабағыңызға бір ғана педагог енбейді, мысалы сіздің сабағыңызға 3 педагог енетін болса, сол сабақтан 1 сабақтың бақылауы шығады да, 3 сабақ 4 сабақ мектептен, 1 сабақты білім бөлімінің әдістемелік кабинетіндегі әдіскерге өткізесіздер. Ал зерттеушіде бұл жерде 2-еу, біреу облыстық білім басқармасына жібересіздер 1 сабақты, екінші әдістемелік кабинетке, одан ары қарай 3-еусін мектептен. Міне сол сияқты шеберде солай ары қарай кете береді сабақты бақылау бойынша. Осы енді жетістіктерге тоқталып кетсем, енді түсінікті шығар. Жетістіктер жаңа педагог модератор білім беру ұйымда, педагог сарапшы аудан жаңа көлемінде, енді біз қалада болмаған екен, аудан көлемі бойынша айтып өтейін. Педагог зерттеуші облыс көлемінде, педагог шебер республикалық халықаралық көлемінде. Енді қараңыздар, бізде қазір анау портфолиоға құжаттарды жүктеген кезде қазір неше түрлі байқаулар келіп жатыр ғой. Сол үшін сіздер жаңағы байқауға қатысу үшін бұл жаңағы аттестацияға жарамды байқаулар, ол Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрі бекітілген жаңа тізбеде көрсетілген байқаулар бар емес пе, 514 байқау дейміз ғой, сол байқауларға қатыстырасыздар. Ал енді келесі ол мұғалімдердің жетістігі. Мұғалімдердің жетістігі де дәл осындай байқаулар жаңағы оқу ағарту министрлігі бекітілген тізімдемеде міндетті болу керек. Одан кейін жаңағы мынандай мәселе, мысалға нені байқауларды жазамыз, бұрында мысалға бір байқаудан 10 бала балатын болса, республикалық біз 4-4 дейтін 40 бал қоятынбыз. Ал енді қазір ондай емес. Бір-ақ бал қойылады. 10 бала қатысса да бір бал қойылады. Жоқ, тағы да бір бал қосылатын болса 5 бал қосымша қосылады. Бірақ жаңағыда бұрынғыдағыдай 4-ке 40 деген жоқ. 10 салсаңыз да, 20 салсаңыз да тек қана бір-ақ бал қосылады да 4-ке 1 5 бал болып есептеледі. Ары қарай мұғалімдерде де тура осындай жаңағы жетістіктерді модераторлар жаңағы білім беру, сарапшы аудан, зерттеуші облыс, республика, жаңа халықаралық деген сияқты тура осындай жүйеде бағаланатын болады. Енді ары қарай тәжірибені жинақтау және тарату. Бұл бөлімде ұсынылған оқу әдістемелік материалдар немесе авторлық бағдарламалар. Бұл жерге не саласыздар? Бұл жерге жаңа дәлелдемелердің болуы дейді. Оқу әдістемелік кеңесінің хаттамасынан үзінді материалдарға сілтеме саласыздар бұл бөлімге. Яғни педагог модератор мен педагог сарапшылар дидактикалық материалдар, тапсырмалар жинағы, сабақтарды әзірлеу және іс-шаралар. Ал зерттеушілер оқу әдістемелік құралдары әдістемелік ұсынымдар, авторлық бағдарламалар. Шебер ол міндетті авторлық бағдарлама болып табылады. Ал енді не жерде қараңыздар, модераторға не саламыз деп. Модераторда мысалға бізде гимназияда мектеп компонентінде сағаттар бар. Мектеп компонентіне
жаңа бейіндік бағдарламалар бар емес пе, директордың бекітіп берген. Сол директордың бекітіп берген бейіндік бағдарламалар мектептің ішіндегі, соны біз жаңағы модераторға салатын боламыз. Анау ненікі сарапшыны аудандық білім бөлімі жаңа бекітіп берген сараптамалық кеңестен өткен жұмысты саласыздар. Ары қарай зерттеуші облыс, шебер, республика көлемінде бекітілген жұмыстарыңызды саласыздар құжатқа. Ары қарай енді келесі бұл конференциялар, жаңағы сөз сөйлеу. Бұл конференциялар. Семинарларда, конференцияларда, форумдарда, тренингтерде, шеберлік жаңа сабақтарында сіздердің нелеріңіз, сөз сөйлеулеріңіз. Ол жерге қандай құжат саласыздар? Дәлелдемелердің болуы дейді. Барлық жерде де дәлелдеме сұрайды. Ол дәлелдемеге не саласыздар? Дәлелдемеге бұйрықтан үзінді саласыздар. Бұйрықтың көшірмесін саласыздар. Немесе бағдарламаның көшірмесі, болмаса жаңағы іс-шараның материалдың сілтемесін саласыздар бұл жерге. Енді ары қарай бұл басылымдардың жинағы. Жаңа басылымды сіздерге түсіндіріп өттім ғой, басындағы бірінші кестедегі тура сондай. Тек қана модератор мен сарапшыға міндеттелмейді басылым. Ал зерттеуші, шебер, оларға міндетті. Енді ары қарай өткенде осы жақында бізге басылымдардың жаңа тізбесі шықты. 2026 жылы осы тізбесі шықты. Неге саламыз? Жаңағы өзіміздің чат бар, осы орынбасарлар ассоциацияға жауапты мамандардың отырған чаты бар. Сол жерге осы жаңа басылымдардың тізімі шықты 26 жылғы. Соны салатын болып, кез келген журналға жазыла бермеңіздер, өйткені қазір чатты ашпасам түрлі редакциядан жаңа басылымдар келіп жатыр. Ол жаңағы оқу ағарту министрлігі бекіткен тізімдемеде бар ма, жоқ па, соны қараңыздар. Педагог шебер, педагог модератор, сарапшылар, сіздер құжаттарыңызды ұстазға жүктейсіздер, сол кезде анау жаңағы сіздің құжат жазылған басылымыңыз жаңағы тізімдемеде болмай қалып, сілтеме қабылдамайды. Сол үшін жаңағы осы тізімдемеде көрсетілген неге жаңа басылымдарға материалдарыңызды жариялаңыздар алдағы уақыттарда. Енді жаңа шығармашылық топ туралы енді келесі шығармашылық топ, шығармашылық сараптамалық топта жобаларға, конкурстарға, комиссияларға қазылар алқасы немесе қазылар алқасының болуы. Бұл жерде модератор аудан білім беру ұйымының ішінде, мысалы мектепте неше түрлі байқаулар ұйымдастырамыз ғой. Сол кезде қазылар алқасын сайлаймыз. Сол жерде қазылар алқасының мүшесі деген бұйрық шығарылады ғой. Сол бұйрықты модератор жүктей алады. Ал сарапшы ол аудан көлемінде, зерттеуші облыс, шебер республика көлемінде жаңағы сараптамалық топтың ішінде болғандығын растайтын бұйрықтың көшірмесі, не болмаса хаттаманың көшірмесін осы жаққа есейтін болады, жүктейтін болады. Келесі ұсынылған оқу әдістемелік материалдар, бағдарламалар, тәжірибені тарату дейді. Міне жаңағы авторлық айналып келсек авторлық шығар, алдымыздан айналып келсек авторлық шығар. Тағы да жаңағы міндеттелмейді, модераторға, сарапшыға міндеттелмейді. Тек қана зерттеуші мен шеберге. Бұл жерден өткенде айтылып жатыр, авторлық бағдарлама зерттеушіге міндеттелмейді. Негізі бар болған жағдайда қорғалады. Ал негізі әдістемелік құрал зерттеушілерге. Авторлық, бірақ егер өздеріңіздердің авторлық бағдарламаларыңыз болатын болса, қазір аудандық білім бөлімінде сараптамалық кеңеске жұмыстарды жинақтап жатыр ғой. Сол үшін жұмыстарыңызды өткізе беріңіздер. Бұрынғыдағыдай жаңағы орталықтардан алған биылғы жылдан бастап естеріңізде сақтап алыңыздар, құрметті әріптестер. Анау ақылы алған жұмыстарыңыздың барлықтары есептелмейді. Оны 100 мыңға, 200 мыңға сатып алудың қажеті жоқ. Жазған жұмыстарыңызды әкеліңіздер де мектептен апробациядан өткізіп, аудандық білім бөліміндегі сараптамалық кеңеске ұсыныңыздар. Биыл өтпейсіздер ме, келесі жыл өтесіздер. Негізі биылғы өтіп жатқан мұғалімдер сіздер жұмыстарыңызды өткен оқу жылындағы сараптамалық кеңеске ұсынуларыңыз керек. Себебі сіздердің жұмыстарыңыз қазір ауданға қарайды, ауданнан облысқа жібереді, ол қарап оны үлгере алмайды. Сондықтан алдағы уақыттарда жұмыстарыңыз болатын болса, ертерек 1-2 жыл бұрын кішкене қамдасаңыздар дұрыс болады, құрметті әріптестер. Осы жерде кері байланыс орнатайықшы, енді мынау. Құрал дедіңіз ғой? Иә. Ол неден өтпей ма? Өтеді. Әдістемелік нұсқау жеңіл ғой жазған. Иә, әдістемелік нұсқау жеңіл. Сол үшін бізге міндеттеп қойғанда, бұл зерттеушіде авторлық бағдарлама міндетті емес. Егер болған жағдайда авторлық бағдарлама делінген.
Сол үшін қазірден бастап алдағы уақытта өтетін жаңа педагогтар, жаңа әдіс санаттан өтетін педагогтар жұмыстарыңыз қазірден бастап дайындай беріңіздер. Оның ешқандай несі жоқ. Сонша ақша жұмсағанша жаза беріңіздер. Көмекші құрал бар ғой, мына жасанды интеллект. Енді сондықтан толық сөзбе-сөз көшіріп алмасаңыз да ол көмекші құрал ғой. Соған сүйене отырып жұмыс жасасаңыздар болады. Тағы да кімдерге сұрақтар? Сосын рецензия жазамыз және пікір екеу. Аттық бағдарлама бойынша айтпек Аттестация бойынша, құжаттарыңыз бойынша, шығармашылық топ, сараптама ішіндегі қай критерий? марапаттар ма? Жоқ, марапаттар болғанда былай қараңыздар. Мысалы, ауданнан алғаныңыз сіз есептелінбей қалмайды емес қой. Оның өзінің қойылатын балы бар. 2, 3, 4 деген сол балдар қойылады. Ол алған жетістігіңіз, біз тек қана зерттеуші, біз облысқа шығуымыз керек, республикаға шығуымыз керек деп аудан көлемінде, облыс көлемінде ұйымдастырылған шараларға қатыспай бүйтіп бүгіп отыра алмайсыздар ғой. Қатыса бересіздер, бірақ оның өзінің шекті балдары бар. Аудан 2, облыс 3, 4 деген сияқты. Сондай. Иә, саналады, бірақ жоқ, сала бересіздер, бірақ ол саналған кезде жаңағыдай балмен есептеледі. Бірақ міндеттелінген сол жаңағы байқаулар сондай жетістіктер болу керек деп. Иә, сондай сал, бірақ есепке кіреді. Одан кейін ұстаз ол модератор мен сарапшы айтты. Ұстазда өз байқаулары бар, өздері тартып алады, сол жерде сұрап тұрады, сол байқауларды жүктеп отырасыздар. Керек емесін нақты тұрады өздері, Қызылорда. Иә, ұстазда тұрады өзі. Ұстаз деген өте жақсы не? Ұстазды ашып, уже жүктеп атқан шығарсыздар, иә? Енді сіздер осы ақпанда тест тапсырасыздар, ол тест тапсырғанға шейін ұстаздың ішінде өзінің жүктелетін құжаттары бар ғой, жаңағы тұрдағы ой дейміз ғой, жаңа еңбек кітапшаларыңыз бар, жаңа білім жетілдіру курстарыңыз бар, алған жетістіктеріңіз барлықтарын сала беріңіздер. Ең соңында жаңағы былтырғы сабақты саласыздар сіздер. 24-25 оқу жылындағы 5 сабақ бар емес пе? Сол сабақты жүктеп қойыңыздар. Модераторлар 4 сағат жүктеп қойды. Ал биылғы оқу жылының жаңағы сәуір айында келесі осы биылғы оқу жылындағы 5 сабақ бар емес пе? Соны жүктейсіздер. Негізгі жиынтық бал шыққан кезде сол сабақты бақылаудан шығару ғой. Негізі біз былтыр ЕГОВқа жүктелді, биыл ЕГОВқа жүктеледі ғой, зерттеушінің не. Анау басқармаға барғанда әр әдіскер әртүрлі қабылдайды негізінде. Кейбіреулер қымыжы болу керек дейді. Біз мысалға біз мектептен өттік, былтыр қанша 62 сондай педагог өтті ғой. Ол жерде тек қана біз сабақтың бақылауын жаз. Ал ол әркім әрқалай жүктеді. Ана о жақта жаңағы айтып тұр ғой, әр әдіскер әрқалай қарайды деп, қымыжсыз болу керек дейді, кейбіреулер болмау керек. Ол негізі міндеттелген дүние емес, жалпы сабақты тұрма бақылауы, ал астында балы қойылған, сол тұрса бұл. Жаңа шығармашылық топ деп жатырық қой, аудандық көбінесе енді ауданда боламыз ғой, біз ауданнан шықпаймыз ғой, енді облыс көлемінде мүлдем болмағанбыз ғой енді. Ол жақта шығармашылық топта да, жаңа қазылар алқасының мүшесінде де ол қалай болады екен? Оны да кеше семинарда айттым, мысалға ол сен зерттеушіге өтініш беріп жатсың, облыстық жаңағы байқауға сараптамалық мүшесі болып жатқан жоқсың. Жаңағы балды тура сондай ғой, облыс, аудан, қала деген сияқты өзінің балы қойыла береді. Кеше именно осы сұрақты жаңағы семинарда айтты ғой, ол жаңағы сіз сараптамалық кеңесте болсаңыз, ол бұйрық жүктелсе, ана жерге ол жауапсыз қалмайды ғой, салған дүниеге жауап береді ғой. Сол жерге балдары қойылады. Бұл жерде қараңыздаршы, жалпы облыста пәленбай педагог бар. Ол педагогтардың бәрін жинап, кеше бізге түсіндірген бойынша, бәрін жинап, комиссия мүшелерін қоя алмайды ғой. Өйткені байқау анау айтқандай көп емес қой. Сондықтан биылғы оқу жылында аудандық сараптамалық кеңесте немесе жаңа комиссия мүшесі болса, онда ол жарайды деді. Жарайды. Енді жаңа модератор, сарапшылар енді жүктей бересіздер ғой, мектепшілік не көп мектепте шара болып қой, сол үшін сол біз бәріміз қашамыз ғой, жюри бол десе қашамыз ғой. Наоборот, қашпаңыздар енді, болыңыздар, өйткені ол дүние саналады мына жақта. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет, Нұртөре Бекіна. Сұрақ болмаса, бізде енді